Ассалаумағалейкум. Авторынок Барс, Алматы облысы Қаскелең қаласы. 26 қаңтар 2025. Карина еден бастап көрсетті. Бірақ ештеңе жоқ. Мына Каринаны көрсетіп жіберейік. Карина Е универсал 94 18 2 миллион 650 мың. Осы нөмірде 94 жылғы пятнашка 20-15 2007 1 миллион 50 мың. 1 миллион 50 мың дейді. Валикпен краскілегендей болып тұр. RAV4 95 правый руль. 2 объем 2 миллион 200. Оң жақ руль матовый көк түсті. Мынандай Мерстері бар. Карина Е 92 2 объем 900 мың теңге. Бағасы шаршап қалған енді. Audi 104 ма? С4 газ бензин 92 2D3 механика 5 ступка 2 миллион 550 мың. Осы нөмірде қара түсті. Авенсистар андай мындайлар көп. Мына жағын көрсетіп жіберейік. Forza дейді тұр ғой. Forza Китайоза. Китай мекен, Forza дейтін. Шанстың несі тұр ғой. Forza шанстың дейді. Алдынан неге ұқсайды? R3-ға ұқсайды. 2013 1.5 механика 1 миллион 600. i30-қа да кеп қалады. Жылы ескілеу. Приора 2013 универсал 2 миллион. Mitsubishi Pajero оң жақ руль. Бензиновый 99 жылғы 1.8 2 миллион 400 бағасы. Осы нөмірде бензиновый 4 есік Kia Rio 95% родной макросе дейді. Қай жері сонда, қай деталі краситілген. 2012 жылғы 1.6 5 миллион 200 автомат. 5 миллион 200-ге мен сіздерге күшті вариант айтайын ба. 5 миллион 200-ге жылы 2015-16 жылғы К7, К5 сияқты пуш старты бар, панорамасы бар. Мынаған қарағанда кең машинаны Кореядан заказ беріп алдырта аласыздар. Мен кеше 40 минуттық обзор салдым Кореяның несінен. Соны кіріп қарасаң, кәріс автокөліктері деп кеше түнде салдым. Соны кіріп қарасаңыздар, Қазақстанда машина алғыңыз келмей қалады. Обзор өте жақсы шыққан. Сол жақтағы бауырларға рахмет. Сондай обзор түсіріп жіберіп жатқан маған, менің көрермендерім үшін. Егер заказ берем десеңіздер, астында WhatsApp нөмірін қалдырып қойдым описаниеде. Соған кіріп заказ берсеңіздер болады. Мынандай 94 жылғы Карина Е 1.8 механика 2 миллион 450. Осы нөмірде. Мынандай машиналар уже. Жылы ескі ғой қатты. 94. Audi бар. 91 жылғы С4. 2.8 бензиновый 1 миллион 100 бағасы. Осы нөмірде. 1 миллион 130 мыңнан аукционнан 2011 жылғы К5 өтіп алды кеше. Енді Алматыға келем дегенше ол 2-2,5 миллион болады. Бірақ жылы 2011 160 мың пробегпен мыналармен салыстыруға келмейді. Состояниесі өте жақсы оның. Жылы да жақсы. 3 миллион 900 дейді акцент. 1.6 механика
2014 жылғы 3,9 дейді бағасы. Mitsubishi Galant. Жасалған Galant екен. 1.692.000 жылғы 1.8. Осыны өмірде 1.600.000 бағасы. Перекупщиктер жасап шығарып отырды. Nissan Cefiro 96 жылғы Cefiro оң жақ руль 2 литр 2.300.000 бағасы. Осындай Cefiro'ны өткенде Максиманы көрдім, ері авто дегенде, ол енді чересчур 4 миллион деп тұр бағасын. Білмеймін енді, оны алатын бар ма жоқ па. 626 Mazda Universal, 1.8 объем, газ, бензин, механика 2 миллион бағасы. Осы номерде. Hyundai Accent Anticor деп жазылып. Hyundai Accent 2021 автомат 7 миллион дейді бағасы. 7 миллионға ішінде ұйықтап жатыр екен жігіттер. 1.4 па 1.6-на көріп жүрейік. Дәл менің айдап жүргенімдей Accent екен. 1.4 автомат қой деймін, қателеспесем. 21 жылғы. Менде дәл осындай бар. 140 мыңдай жүріп тастадым. 2021-ден бері салондан алынған. Mercedes 950 мың теңге. 93 жылғы 2 литр механика. Осы номерде. Иесі Акценттің ішінде отырым дейді. Осылай. Екеуі қатарынан тұр. Қасында Universal Camry десятка 92 жылғы механика 2.200.000. Осы номерде. Осындай машиналарды жағдайы осындай болып тұрған машиналарды 2 миллион деген кезде камераны өшіріп үйге қайтып кеткім келеді. Мынандай Camry 55-тері бар. Американис. Мен өткенде біреу спорт етті, осындай Американис деп айтсам, Camry 55-тің европейсі болмайды деп. Camry европейс 55-тер ол басқаша болады. Енді қазір көре алсам бір көрсетем. Бұл видеода көрсете алмайтын сияқтымын. Мынау LA комплектация, америкалық нұсқада 55. Біреу маған европейс болмайды дейді. Европейстардың түрі басқаша болады. Camry 50-ге ұқсайды, бірақ 55 әдемірек. Соны жазып кетіңіздер. Европейс 55 бола ма, болмай ма? Біреу машина білмейді екенсің, 55 европейс болмайды деп бірталай аузына сыйған нәрсені жазып кетті комментарийға. Мен де бірталай аузыма сыйған нәрсені жаздым, бірақ сонда түсінбеді. Сіздер көпсіздер ғой, сіздер жазыңыздар. 55 американис пен европейс болады ғой, Европейс болатын сіздерден бір дәлелдеп біліп алайын. Мен ойымша европейс жақсы шыққан америкалыққа қарағанда. Осындай базардың бағалары. Камриларды көрсетем қазір. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Тіркелмей қарайтындардың саны өте көп. Подписаться деген кнопканы басасыздар, болды. Оңай. Сосын кешегі видеоны да қарап достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Кореядан машиналар келіп жатыр. Бүгін де осы видеоның астына WhatsApp группаны қалдырып кетем. Ол жерде жабық группа, Telegram каналдары да бар. Телеграмда алдыңғы салынған машиналардың бағалары, жылдары, суреттері бәрі сохранить етіледі. WhatsAppта сохранить етілмейді. Сол үшін Телеграмды қалдырып кетіп жүрмін. Телеграмға тіркелсеңіздер көре аласыздар. Қандай машина болды, қаншадан болды, қалай сатылды деген сияқты. Менің YouTube каналымда да видео тұр. Тіркеліп, көріп, WhatsApp, Telegram каналдарын қалдырам. Осы видеоның астына да тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.